Сайын Мұратбеков. Жусан иісі. Повесть. 2 бөлім. Біздің ауыл Ешкөлмес деген кішкене қоңыр таудың дәл етегінде еді. Ұзыннан ұзақ бір көше боп, жоғарыдан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенмен таулы жердің күні өте жайма шуақ, жылы болады. Тапталған қар күні бойы жентектеліп еріп, кешке қарай көк мұз боп қатып қалатын. Дәл сол кезде үй-үйден шанасы барлары шанасын сүйретіп, конькиі барлары аяғына конькиін байлап, бала атаулы тегіс көшеге шығатын. Қас пен көздің арасында ұзын көше бастан аяқ қыбырлаған балаға толып кетуші еді. У-шу боп, біреулері төмен қарай оқша зулап, шанасының табанынан от шарқылдап бара жатқанда, енді бір шұбалған топ шаналарын сүйретіп, жоғарға өрлеп бара жататын. Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызған шағы еді. Күннің көзі қанталағандай боп, ерекше қызарып, ұясына қонуға таянған. Сірескен ақ қардың бетінде бір сәтке жұқалаң қызғылт кілегей тұрды. Күні бойы Ешкөлместің күнгейінде жайылған мал ешкім қайырмаса да бір ізбен шұбырып ауылға қайтқан. Кенет бүкіл ауылды шуылға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе құйқаны шымырлатып, жоқтау айтқан дауыстар Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар еліккіш келеді ғой. Сырғанақты тастай бере дәл бірдеңеден құр қалатындай, бәріміз бірдей дүрлеге дүркіресіп, Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыз жетпей жатып, алдымыз не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып сүйінші сұрағандай, бірімізге біріміз жеткіздік. Жарғақ сары тон киген Аян күлімдеп тұратын қара көзі шарасынан шыға жаутаңдап, өңі боп-боз есігінің алдында тұр екен. Үйінде көрші қолаң әйелдер бір-бірімен шуылдаса көрісіп, азан-қазан боп жатқанмен, ол көзіне жас алмапты. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқамыз жоқ. Аян да бізді үнсіз қарсы алды. Сүйреткен шанамызға, конькиімізге көз салды. Тоңғаннан ба, танауын жиі-жиі тартып, дір-дір етеді. Күн ұясына еніп бара жатыр. Аян болса сол мелшиген күйде жалтақ-жалтақ етіп ауылдың әр тұсынан әжетайлап дауыс қойып келіп жатқан үлкен адамдарға қарайды. Бірақ олардың бірі де бұған назар аударар емес. Біз болсақ, енді қайтыр екен деп, қызықтағандай одан көз айырмастан ортаға қоршалай тұрмыз. Өзара сыбырласқан боп, оған да естірте, әжесі өлгенге неге жыламайды деп қоямыз. Аян естісе де, естімеген адамша міз бақпайды. Тек әлде бір уақытта бас жоқ, аяқ жоқ, ертегі тыңдайсыңдар ма? Деді. Онан соң біздің жауабымызды күтпестен, өзі бастап, үйдің бұрышын айналды. Жүріңдер, үйдің сыртына отырайық. Біз оның соңынан ердік. Үйдің сырт жағына кеп, шаналарымызды қаз-қатар тіздік те, өзіміз жайғаса отырып, енді не дер екен дегендей Аянның аузына қарадық. Ол сотын жыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, күлкілесін айтайын ба, деді. Біз үн-түнсіз бас изестік. Аян тонының омырауына тұмсығын тығып, сәл күрсініп қойды да, ойға шомған күйде, сыбырлағандай дауыспен: ертеде бір жетім бала бопты. Сол күні оның ертегісі түннің жарымына бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегінің күлкілі оқиғасы көбейіп, Аянда бауырын жазып, бәріміз көңілді күлкіге батып, қарық боп қалдық. Тіпті Аянның әжесінің өлгенін де ұмытып кетіппіз. Сықылықтап күлісіп, мәз бейрам боп, «Ей, тағы да айтшы!» деп жан-жақтан шулап қоя бердік. «Жоқ, ертең айтайын, бүгінге осымен бітті», деді ол салмақты үнмен. Басын көтеріп аспанға қарады. Жұлдыздың нуы жиі екен, ертең де күн ашық болады, деп қойды үлкен кісіше. Бәріміз жаба тармағай аспанға қарадық. Шында жұлдыздар
жайшылықтағыдан әлде қайда көп еді. Баттиып, балқыған қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды. Аянның ертеңгі күнін ашық болатын жұлдызға қарап айтқанына іштей сезіне таңыр қасып қойдық. Менің қасымда отырған Садық қалай біледі деп таңырқауын жасыра алмады. Енді бірде менің құлағыма сыбырлап, «Ну деген не?» деп сұрады. «Білмеймін», дедім менде. Бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық. Ертеңіне Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып зираттан қайтқанда, Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күнінде жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс топырақ тіліп ап, «Топырағың жеңіл болсын, әже», деп шашып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп, тоңған екі қолын аузымен кезек-кезек үрлеп қойып ауылға қайтты. Сол күні Аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшті. Біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз. Дәл осы кезде азын аулақ көрпе жастық тиелген шананы Бапай айдап, Аян езі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты. Қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей, тартыншақтай бастаған. Біз бір топ бала шуылдаса қаумалап артынан айдадық. Қоңыр сиыр көзі шарасынан шыға шатынап, танауын пысылдатып, басын шайқап-шайқап, Аянды сүзіп жіберердей боп алға қарай оқтана жүрді. Бірақ сүзген жоқ. Жүріп келе жатқан бойда Аянның қаудырлаған сары тонының етегінен иіскетті. Тұмсығын созып, ыңырана мөңіреді. Аян ақсаңдаған кезде бізге бұрыла қарап, «Жануар бәрін біледі», деді. Аянның сиырын Бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін біз сырғанаққа оралып ойынға қайта кірістік. Сәлден соң Аян да сырғанақ басына келді. Өзінің шанасы жоқ, сондықтан елдің шана тепкенін қызықтай қарап тұрды. Бірде менің көк тақтайлы шанамды нұсқап, «Менің де шанам дәл осында еді. Көшкенде ана жақта қалды», деп қойды. Мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай, «Мә, Аян, сен бір жол теуіп кел», деп шанамды бердім. Қуанғанынан ол езуін жия алмай, ыржия күліп, кеп шанаға отырды. «Ал кім менімен жарысады?» деп айқайлап, еңіске қарай зулата жөнелді. Менен кейін оған шанасын Садық берді, онан кейін Есікбай берді. Қысқасы Аян бәріміздің шанамызды бір-бір реттен теуіп шықты. Ол қып-қызыл боп қара терге түссе, ентігіп, ала бұртып, елден ерекше даурыға сөйлеп, сақылдап күлумен болды. Ымырт сәулесі ыдырап, қараңғылық үйіріле бастаған кезде, басынан тымағын алып желпіне тоқтаған Аян, «Жүріңдер, бүгін мен кешегіден де қызықты ертек айтам», деді. Біз опыр-топыр болып шуылдасып, Аянның бастауымен Бапай шалдың үйінің іргесіне келдік. Аянды ортаға алып, енді жайғасып отыра бергенімізде, есік ашылып сыртта Бапайдың кемпірі шықты да, «Ойбай бетім-ай, боды бірлеген не десем мыналар екен ғой? Аулақ жүріңдер әр. Өй, өңшең топырлаған немелер. Онысы несі, тап терезенің түбіне кеп үймелегендері», деп қуып жіберді. Енді қайттық дегенде көшеде аңтарылып тұрғанымызда Садық, «Мен таптым, қай жерге отыруға болатынын», деді. Бәріміз соған қарай қалдық. «Анау атқораның төбесіне шығайық, шөпке белуардан кіріп ап отырайық». Біз санымызды шабақтап оралап, ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүгірдік. Арт жағы аласа тас қораның үстіне тырмыса шығып алдық та, сол күні ғана Қараойдан әкелінген көк жауқасын шөпті үңгіп жібердік. Отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауды жарған хош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады. Шетімізден пысқырынып, мұндай рақат дүние тапқанымызға мәз-мейрам боп, бірімізді біріміз итеріп, қап шөпке аунатып, сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алқа қотан жайғасқаннан кейін ортамыздағы Аян тісінің арасына сылта шырт дегізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп, астына шөп жұмырлап,
басқамыздан орнын биіктеу ғып отырды. Онан соң қабағын шытып ойға батқан күйде төмендегі үңірейе қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жылтақтадық. Құз іші қорқынышты. Ертеде бір жетім бала бопты, деп Аян екінші ертегісін бастады. Сыбырлай шыққан даусына, өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретінде керемет бір күш бар. Біз тым-тырыс боп тына қалдық. Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір-күтір шөп жеп тұрғаны, пысқырғаны, тарпығандары, қасынғандары естілді. Бірақ біртіндеп Аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі құлақтан шет қалып, төңіректі бүкіл еш көлмес баурайын, төмендегі терең құзды ғажайып бір тыныштық басты. Бұл дүние, ертегі қиял дүниесіне, сиқырлы дүниеге айналып, біз өзіміздің бар жоқымызды дамытқандай болдық. Сол күннен бастап күнде кешкісін ат қораның төбесіне жиналуды әдетке айналдырдық. Екінші күні тағы да әлгі Садық бір пәлені шығарған. Үйінен алақандай газет жыртындысымен темекі ұрлап алып кепті. Кәдімгідей ешкі сирақтандырып ұзын етіп оратты, қалтасының түбінен әзер тапқан сіріңкенің жалғыз шиімен тұтатып, сонысын насаттана сорып қойып ертек тыңдады. «Ей, әкеші бір сорайын», деді ақыры Садықтың жанында отқан Қосым шыдай алмай. Садық шылымын оған бір сорғызды. Қосым қомайғайлана түтінді ішіне тартамын деп қақалып жөтеліп тұншығып қала жаздады. Біз бәріміз оны мазақтап, өзін біраз жерге апарып кеу-кеулеп алдық. «Хумау бас, тарта алмасың бар, сұрап не қыласың ей?» деп табаладық. Онан Есікбай, «Кәне, Садық, мен сорайыншы», дейді. Садық шылымын оған да бір сорғызды. Есікбай қақалған жоқ. Түтінді аузын толтыра сорып алды да, ақырындап танауынан бұрқ-бұрқ еткізіп шығара отырып, «Міне, қалай тарту керек?» дегендей мақтанып қойды. Онан кейін темекіні мен де сұрап бір сордым. Менен кейін тағы біреу. Ақыры Садықтың ұзын темекісін барлығымыз бір-бір сорумен ақтауыстық. Келесі күні қораның төбесіне жиналғанымызда, көпшілігіміз үйден қағаз бен темекі ұрлап алып шыққан екенбіз. Енді бір-бір шылым орап темекіні жарыса тартатын болдық. Темекі тартып отырып тыңдағанда Аянның ертегісі де әлде қайда қызық сияқты көрінді. Бір күндері кейбіреулеріміздің үйіміз темекі ұрлап жүргенімізді біліп қойып, енді аналарымыз темекіні қиындау жерлерге тығатын болды. Бірақ біз бұған да амалын тауып кеттік. «Осы анау, мақау тұрдағыл, ылғи жылқының кепкен тезегін шылым ғып тартып жүреді ғой», десіп, біз де енді күндізден қалтамызға жылқының кепкен тезегін жинап салып жүрдік. Сөйтіп, Аянның ертегісін тыңдаған кезде кейбіріміз ішіне жылқы тезегі салынған ешкі сирақ темекіні бір құрата сорушы едік. Ғажап ертегілер еді. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегін айтқанда, біз алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көк семсерді жарқ-шұрқ еткізіп, ат ойнақтатып, жауға қарсы арыстанша ақыра шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік өзімізді. Өмірімізде қос ауыз мылтықтан бізге ештеңені көрмесек те, жарқ-шұрқ еткен көк семсер тұрғанда зеңбірек, пулемет дегендер айтар сөзге, көңілге олқы түсіп, ойыншық сияқты боп қалатын. Өткені Аянның ертегілеріндегі батырлар сілтеген көк семсерге қызығып, иланатынымыз сонша, оны қару біткеннің құдайы көретінбіз. Шіркін, сондай семсерім боп, мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша қияр едім, деп сенетін Есікбай. Ал мен бар ғой, тек бастарынан ғана шабар едім, дейтін Садық арман еткендей даусын соза сөйлеп, құшырланып. Көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп келе жатқанымда, алдымнан көкем шыға келсе, ой керемет болар еді-ау, Мұнан әрі соғысқа баруды,
фашистерді қыруды, сөйтіп әке ағаларымызды тауып алуды әр қайсымыз өзімізше сөз етіп, тәтті арманға шоматымыз. Өзі жетім болған соң ба, кім білсін, Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай-саланы, жыра қызды тегіс, жалмауыз кемпірлер, жесірнақтар, жалғыз көзді дәулер, дею перілер жайлап кеткендей болушы еді. Төңірек тегіс үреге толатын. Құз жақтан соққан суық желдің ызыңы неше түрлі құбылып естілетін. Бірде сыңсып, бірде ұлығандай үн келетін құлаққа. Біз әр дыбысты қалт жіберместен біреуа десе, ойбай аттанға! Бірдей салып дым-дырғайсытуға дайын отыратынбыз. Ғажап ертегілер. Біз бір кештің өзінде ұзындығы 2 қарыс темекінің 2 шегін тауысатынбыз. Ақыры қолымыз темекі орауға икемге келмей, тісімізге тимей сақылдап тоңатынбыз. Бірақ Аянның ертегісі таусылмай, ешкім тырп етпеуші еді. Танауымызда қос-қосынан тартып қойып, шөп қуысына тығыла түсетінбіз. Ертегі біткен кезде ғана деп еркін тыныстап, құрыстап қалған бойымызды жазып, керіліп созылып, жетім баланың бақытқа кенелгеніне шып жүректен қуанатынбыз. Кей күні Аян сирек тістерін көрсете отырып, жымың-жымың күліп қойып, көңілді күлдіргі ертегілерді бастайтын. Ондайда біз қыстың сай-сүйектен өтіп, дірдектеткен назарлы суығын ұмытып, ішекті дейнеген күлкіден қиқылдасып, шиқылдасып, көзімізбен мұрнымыздан сорамыз. Бірдей ағып, әр қайсымыз әр жаққа шымызды басып домалайтынбыз да қалатынбыз. Ол күні біз бұл дүниеде соғыс дегеннің бар екен, әр қайсымыздың әке ағаларымыз алыста, сонау батыста, жауған оқтың астында жүргенін де естен шығаратынбыз. Аян, тағы да, енді осылай тағы бір ертегі айтшы, деп тұс-тұстан жалынатым соған. Бірақ Аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсаң да айтпайтын. Орнынан тұрып үстін қағып, түн ортасы боп қалды ғой, жетер енді, дейтін салмақтана сөйлеп. Сендер қызықсыңдар, бір күннің ішінде ертегіні ойлап шығару оңай дейсіңдер ме? Деп қоятын онан соң. Біз ертегілердің бәрін Аянның өзі күнделікті ойлап шығаратын білсек те, оған пәлендей мән бермеуші едік. Бар білетіміз, Аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп, кешкілік бізге айтып беруі керек. Ал біз ұйып отырып тыңдағанды ғана білеміз. Ертегі ойлап шығару оңай ма, қиын ба, ол жағында еш шаруамыз жоқ. Тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де, Аян ғой күн сайын бір жаңа ертегі ойлап шығарады. Ендеше ертегі шығару қиын да емес шығар. Тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз, деп түйетінбіз. Ал ол нендей әдіс, ол жағын қазбалап, ойлай түсуге не өреміз жетпейтінде, не мойнымыз жар бермейтін. Таң атқаннан күн батқанша салп-сұлп етіп көшенің аяғынан басына дейін шана сүйретіп сырғанақ ойнауды ғана білетінбіз. Кешкісін тезік пималарымыз бен сырма шарықтарымыз сілдей боп шылқылдап су өткеніне қарамастан ат қораның төбесіне тартатынбыз. Алғашқы күндері күндізгі ойын кезінде Аянға шанамызды кезекпе-кезек сырғанауға беріп жүрдік те, келе-келе шетімізден сараңси бастадық. Қызық ойынның үстінде шанаңды бір жолға болса да біреуге беріп қойып, өзің сырттай қарап тұрғанға тағатың жетпейтін. Сондықтан ендігі жерде Аянға шана күніне бірер рет қана тиетін. Онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта барып біреуміз. Мә, Аян, бір рет теуіп кел, деп оны мүсіркегеннен амалсыз бергендей болушы едік. Аян да енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайтын. Қызараңдай күлімсіреп кеп шананы қолыңнан именшектеп алатында, бір сырғанап кеп қолыңа беретін. Онан соң сары тонының омырауына тұмсығын тығып, суық сорған өңі көк күмбек боп бозарып, біздің ойнағанымызға қарап шетте үнсіз состиятында тұратын. Тек бабайдың кемпірі, «Әй, Аян, қайдасың? Анау сиырды байла, қаз-үйректі қама, биені суғарып шөп сал», деген кезде бізге жалтақтай қарап үйге кететін. Едәуір уақыттан кейін қайтып оралатын. Оның асыға күтетін шағы күннің ұясына қонуы. Күн ұясына қонды дегенше ақ жүзі жадырап сала береді.
Ал жүріңдер, мен кешегіден де қызық ертек айтам, деп еліктіре жөнеледі. Кейде ертек тыңдауға ол күндіз де шақыратын. Сырғанақ деген немене, тек киім тоздырып шаршау, деп менсінбегендей ернін шиіріп қоятын. Ондай кезде оған ағатай ма, сырғанашы, деп шанаңды алдына кесе көлденең тосып жалынасың. Жалынсаң пысқырып қарамайтындай көрінетін. Сонан кейін-ақ ойының сәні кетуші еді. Шынында да, ей, менің шарығымнан су өтіп кетті, жүріңдер, ат қораның төбесіне барайық, десіп сетіней бастайтынбыз. Біздің бұл түрімізді көріп аян сырғанақты онан әрмен жамандайтын. Онан біздің шаналарымызға қарап қойып, мыналар шана ма дейтін, мұрнын тыржитып. Шіркін, өзінің рөлі бар, алдында шамы бар, ылғида өргеде бірдей сырғанайтын шана болса ғой. Ой, қойшы, ондай шана болып жүрмет? Болғанда қандай, Қобыланды батырдың Тайбурылындай ұшатын атта бар ма? Бар, ендеше ылди өрге бірдей сырғанайтын рөлді шанада бар. Мұнан әрі аянмен сөз таластыра алмайтынбыз. Кім білсін, мүмкін сондай шана бар да шығар. Әркім-ақ іштей, шіркін, аян айтқандай ылди өрге бірдей сырғанайды, рөлді шанам болса деп қиялдайтын сияқты едік. Сол бір сәтте. 2-ші бөлімнің соңы.